Қайырлы күн, қымбатты оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жазықтықтағы координаталар әдісі. Сабақтан сіздер жазықтықта координаталармен берілген екі нүктенің арақашықтығын табуды үйренесіздер. Алдымен қайталау сұрақтарына бірге жауап берейік. Тік бұрышты координаталар жүйесі дегеніміз не? Жауабы: ортақ координаталар басы және тең бірлік кесінділері болатын өзара перпендикуляр координаталық түзулер жұбы. Қандай жазықтық координаталық жазықтық деп аталады? Тік бұрышты координаталар жүйесімен берілген жазықтық. Үшінші сұрақ: OX және OY осьтері қалай аталады? OX абсциссалар осі, OY ординаталар осі. Координаталық жазықтықтағы нүктенің координатасы дегеніміз не? Берілген нүктенің абсциссасы мен ординатасы. Соңғы сұрақ: Пифагор теоремасын тұжырымдаңыз. Пифагор теоремасы тік бұрышты үшбұрыштың гипотенузасының квадраты катеттерінің квадраттарының қосындысына тең болады. Жарайсыңдар оқушылар. Енді арақашықтық ұғымын қалай түсінесіздер? Сіздерге таныс па? Әрине, сіздерге таныс балалар. Мирастың үйі мен мектебінің арақашықтығы, немесе Орал қаласы мен Нұр-Сұлтан қалаларының арақашықтығы арақашықтық ұғымына мысал болады. Енді оқушылар, берілген нүктелердің координаталарын атаңыздар. Бірінші координаталық жазықтықта А және Б нүктелері, екінші координаталық жазықтықта С және О нүктелері берілген. Дұрыс жауабы: А нүктесінің координатасы 4 және 6, Б нүктесінің координатасы 1 және 2, С нүктесінің координатасы 5 және 2, О нүктесінің координатасы 0 және 0. О нүктесі координаталар басы деп аталатындығын білесіздер. Олай болса, бүгінгі сабағымызға көшелік. Екі нүктенің арақашықтығын есептейтін формуланы қорыту. Координатасы x1 және y1 болатын A1, координатасы x2 және y2 болатын A2 нүктелері берілсін. Осы нүктелерді координаталық жазықтықта белгілейік. x1 мен x2 тең емес, y1 мен y2 тең болмаған жағдайын қарастырайық. Осы нүктелердің арақашықтығы қандай? Арақашықтықты қалай есептей аламыз? Ол үшін алдымен осы нүктелер арқылы координата осьтеріне параллель түзулер жүргіземіз. Жасыл үзік сызықпен көрсетілген. Олардың қиылысу нүктесін координатасы x2, y1 болатын А нүктесі деп белгілейік. Сонда A1, A2 тік бұрышты үш бұрышы шығады. Осы тік бұрышты үш бұрыштың катеттерінің ұзындықтары A1, A катетінің ұзындығы x2 мен x1-дің айырмасының модуліне, A2 катетінің ұзындығы y2 мен y1-дің айырмасының модуліне тең болады. Ал A1, A2 гипотенузасын Пифагор теоремасы бойынша табамыз. Яғни тік бұрышты үш бұрыштың гипотенузасының квадраты катеттерінің квадраттарының қосындысына тең болады. Олай болса, A1 және A2 нүктелерінің арақашықтығын мына формула арқылы есептейміз. Түбірастында x2 мен x1-дің айырмасының квадраты қосылған y2 мен y1-дің айырмасының квадраты.
Егер x1 мен x2, y1 мен y2 тең болса да, жазықтықтағы нүктелердің арақашықтығын есептейтін формула дұрыс болатындығын көруге болады. Екі нүктенің арақашықтығын есептеу формуласы. Естеріңізде сақтаңыздар. Енді оқушылар, нүктелердің орындарын ауыстырып көрейік. Нені байқап отырсыздар? Дұрыс айтасыздар. Нүктелердің орындары ауысқан сайын, олардың арақашықтықтары да өзгеруде. Егер нүктелер беттесе, арақашықтығы нөлге тең болады. Олай болса, балалар, осы алған теориялық материалдарды қолданып, есептер шығарып, тапсырмаларды орындайық. Бірінші мысал, А1, А2 нүктелерінің арақашықтығын табыңыз. Шешуі. Екі нүктенің арақашықтығын есептеу формуласын пайдаланып, есеп шартында берілген нүктелердің арақашықтығын табамыз. Яғни А1, А2 нүктелердің арақашықтығы түбір астында 5-ке тең болады. Енді тапсырма орындайық. Төмендегі кесінділер мен олардың ұзындықтарын сәйкестендіріңіздер. Бірінші суретке соңғы жауап, екінші суретке бірінші жауап, үшінші суретке екінші жауап сәйкес келеді екен. Бұл жерде де екі нүктенің арақашықтығын есептеу формуласын пайдаландыңыздар. Жарайсыңдар. Кесінділер мен олардың ұзындықтарын дұрыс сәйкестендірдіңіздер. Екінші мысал. Егер координатасы А және 3, координатасы 4 және 7 болатын нүктелердің арақашықтығы 5-ке тең болса, онда А шамасының мәнін табыңыз. Шешуі. Екі нүктенің арақашықтығын есептеу формуласын пайдаланып, квадраттық теңдеу аламыз. 5 тең болады, түбір астында 4 пен А-ның айырмасының квадраты қосылған 7 мен 3-дің айырмасының квадраты. 5 тең болады, түбір астында 16 азайтылған 8А, қосылған А-ның квадраты қосылған 16. 5 тең болады, түбір астында А-ның квадраты азайтылған 8А, қосылған 32. Теңдеудің екі жағында квадрат айтын болсақ, А-ның квадраты азайтылған 8А қосылған 32 тең 25-ке. Сонда А-ның квадраты азайтылған 8А қосылған 7 тең 0 деген квадраттық теңдеу аламыз. Осы теңдеуді шешу арқылы түбірлерінің А1 1-ге, А2 7-ге тең болатындығын табамыз. Яғни бірінші нүктедегі А-ның орнына 1-ді де 7-ні де қойсаңызда, нүктелердің арақашықтығы 5-ке тең болады екен. Екі нүкте арақашықтығы формуласының практикада қолданулары. Үшбұрыш түрін анықтау алгоритмі. Берілген координаталары бойынша үшбұрыш қабырғаларының ұзындықтарын табу. Екінші қадам, қабырғалары бойынша үшбұрыш түрін анықтау. Егер екі қабырғасы тең болса, үшбұрыш тең бүйірлі. Егер үш қабырғасы тең болса, үшбұрыш тең қабырғалы. Қабырғалары өзара тең болмаса, үшбұрыш әртүрлі қабырғалы. Егер қабырғалары Пифагор теоремасын қанағаттандыратын болса, онда екі қабырғасы перпендикуляр. Демек, үшбұрыш тікбұрышты. Екінші, төртбұрыш түрін анықтау алгоритмі. Берілген координаталары бойынша төртбұрыш қабырғалары мен диагоналдарының ұзындықтарын табу. Төртбұрыш түрін анықтау. Барлық қабырғалары мен диагоналдары өзара тең болса, шаршы. Қарама-қарсы қабырғалары тең, ал диагоналдары тең болмаса, параллелограмм. Барлық қабырғалары тең, ал диагоналдары тең болмаса, ромб. Үшінші мысал. МНК нүктелері берілген. МНК үшбұрышының периметрін табыңыз. Шешуі.
Берілген нүктелерді координаталық жазықтықта белгілеп, кезекпен қосамыз. Пайда болған МНК үшбұрышының қабырғаларының ұзындықтарын табамыз. Ол үшін екі нүктенің арақашықтығын есептеу формуласын пайдаланамыз. Сонда МН қабырғасының ұзындығы түбір астында 34, НК қабырғасының ұзындығы түбір астында 29, КМ қабырғасының ұзындығы түбір астында 13, түбір астында 13-ке тең болды. Енді үшбұрыштың периметрін табу білеміз. Үшбұрыштың периметрі үш қабырғасының қосындысы. Сонда жауабы түбір астында 34, қосылған түбір астында 29, қосылған түбір астында 13-ке тең болады. Төртінші мысал. Төбелердің координаталары бойынша төрт бұрыштың түрін анықтаңыз. Мұндағы А нүктесінің координатасы -2 және 1, Б нүктесінің координатасы 2 және -1, С нүктесінің координатасы 3 және 1, Д нүктесінің координатасы -1 және 3. Шешуі. Берілген нүктелердің координаталық жазықтықта белгілеп, кезекпен қосамыз. Пайда болған АБС-ді төрт бұрыштың қабырғалары мен диагоналдарының ұзындықтарын табамыз. АБ қабырғасының ұзындығы түбір астында 20, БС қабырғасының ұзындығы түбір астында 5, СД қабырғасының ұзындығы түбір астында 20, ДА қабырғасының ұзындығы түбір астында 5-ке тең. Осылай АС және ДБ диагоналдарының ұзындықтарын да табамыз. Олар 5-ке тең екен. Сонда оқушылар қарама-қарсы қабырғалары мен диагоналдарының ұзындықтары тең болды. Олай болса, алынған төрт бұрыштың түрі тік төртбұрыш екен. Бесінші мысал. ОХ өсінің бойынан А және Б нүктелерінен бірдей қашықта жатқан нүктені табу керек. Шешуі. Координатасы X және 0 болатын нүкте ізделінген нүкте болсын. Бұл нүктенің берілген нүктелерге дейінгі қашықтарын тауып, оларды теңестіреміз. X пен 1-дің айырмасының квадраты қосылған 0 мен 2-ның айырмасының квадраты тең болады X пен 2-ның айырмасының квадраты мен 0 мен 3-дің айырмасының квадратының қосындысына. Сонда x квадрат азайтылған 2x қосылған 1 қосылған 4 тең болады x квадрат азайтылған 4x қосылған 4 қосылған 9. Олай болса, сызықтық теңдеудің түбірі x тең 4-ке екен. Жауабы ізделінген нүктеміздің координатасы 4 және 0 болады. Оқушылар, бүгінгі сабақта сіздер жазықтықта координаталарымен берілген екі нүктенің арақашықтығын табуды үйрендіңіз. Арақашықтықты есептеу формуласын қорытып, есептер шығаруда қолдандыңыздар. Енді бүгінгі сабағымыздың кері байланысы ретінде болып ағашы әдісін пайдаланып, өздеріңіз ағаштың қай бұтағындасыз? Бүгінгі тақырып сізге қаншалықты түсінікті болды? Қойылған оқу мақсатына жете алдыңыз ба? Өздеріңізге сәйкес бір баланың суретін таңдап, дәптеріңізге сан нөмірін көрсетіп, сол баланы не себепті таңдағаныңызды жазыңыздар. Тақырыбымыз толығымен түсінікті болса, өзіндік жұмысқа арналған 3 тапсырманы орындаңыздар. Бірінші тапсырма. Б1, Б2 нүктелерінің арақашықтығын табыңыз. Тапсырмаларды көрсетілген ескертулерді басшылыққа ала отырып, орындаңыздар. Екінші тапсырма. Төбелерінің координаталары берілген АБС үшбұрышының түрін анықтаңыз. Мұндағы А-ның координатасы -2 және -2, Б-ның координатасы 2 және -2, С-ның координатасы 0 және 1. Үшінші тапсырма. ОY өсінің бойынан А және Б нүктелерінен бірдей қашықта жатқан нүктені табу керек. Оқушылар, бүгінгі сабақтан алған білімдеріңізді пысықтауға арналған дерек көздерді қараңыздар. Назарларыңызға рахмет.